Биыл мұсылман қауымының басты мерекелерінің бірі Құрбан айт осы айдың соңғы күніне түсіп тұр. Алайда 31 шілдеде мешіттер жабық болады. Айт намаз оқылмайды. Туыстарға, көршілерге барудан аулақ болған қажет. Және өздеріңізге үйге де ешкімді шақырмау керек. Шектеулер коронавирус инфекциясымен байланысты. COVID-19-ды жұқтыру қаупі сол күйінде жоғары. Сондықтан Құрбан айт онлайн режимінде өтеді. Түсініктемелермен риддерлік мұсылмандарға қалалық мешіттің бас имамы Сейіт Айболат жүгінді. Барша мұсылман қауымды осы қасиетті Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Баршаларыңызға Алла тағала отбасыларыңызға береке, бірлік берсін. Және осы биылғы Құрбан айт мерекесі 31 шілде мен 2 тамыз күн аралығында болып бекітілді. Енді осы карантинге байланысты Құрбан айтта айт намазы болмау себепті біз айт намазын оқымаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде, егер кімде-кім осы Зүлхиджа айының Құрбан айт уақытына келетін болса, айт намазын оқып, кейін әр адам өз жаны үшін құрбан шалу керек дейді. Егер кімде-кім осылайынан істейтін болса, ол біздің сүндетімізді жаңартқан болады деген. Ал енді кімде-кім белгілі бір себептермен Құрбан айтта айт намазы оқылмай қалатын болып жататын болса дейді, онда айт намазының уақыты өткеннен кейін, кім қалағанша құрбан шалса болады деген. Енді құрбан дегеніміз не? Құрбан дегеніміз Ибрахим пайғамбарымыздан бері бастау алған осы мұсылмандардың бір қасиетті өте үлкен сауабы көп ғибадат болып есептеледі. Сол үшін де әрбір ла илаха иллалла Мұхаммадар Расулалла деп иман келтірген барша мүмин мұсылмандар осы құрбан айтта өзінің жаны үшін құрбан шалу міндет болып есептеледі, егер шамасы жететін болса. Енді құрбан қандай адамдарға міндет болады? Нисап мөлшерінен толған дүние мүлкісі, артық дүние мүлкісі болатын болса, онда әрбір адамға, әрбір жан иесіне бір қой немесе бір ешкі шалуға болады. Ал енді сиыр болатын болса, ол міндетті түрде 2 жасқа толу керек. Ал түйе болатын болса, ол міндетті түрде 7 жасқа толу керек. Міне сол үшін де құрметті қалайық, бар шамамыз жеткенше өзіміздің жанымыз үшін Алланың алдындағы бұл үлкен бір ғибадатты орындауымызды Алла нәсіп еткен болсын. Баршаларыңызға Алла тағала отбасыларыңызға сауаптан жазған болсын иншалла. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи роббил аламин. Құрбан айтта әр мұсылман таза ниетімен құрбан шалып, игі істер жасайды. Пандемияға байланысты құрбандық шалудың онлайн жобасын дайындады. Оны іске асыру үшін арнайы сайт іске қосылды.